Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кереметтей нәзік, дәмді болып шығатын королевская ватрушканың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн қажет болады. Ұнның үстіне какао ұнтағын саламыз. Одан кейін қантты саламыз. Одан кейін қобыздықшымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте сары майымызды салып, қолымызбен жақсылап үгітеміз. Песочный қамыр шығу керек, орысша айтқанда крошка болу керек. Мінекей біздің қамырымыз осындай болып шығуы қажет. Ендігіде осы қамырды жайпақта ыдысқа орналастырып 4 бөлікке бөліп, соның бір бөлігін бөлек салып алатын боламыз. Бұл бізде жаңағы пирогымыздың бетіне салу үшін керек. Ал қалған қамырымызды формаға жақсылап орналастыратын боламыз. Мендегі форманың диаметрі 24 болады. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүзбе қажет. Оның үстіне қаймақ магазиннің, одан кейін қант, одан кейін бір жұмыртқа, ең соңында кукурузный крахмалымызды салатын боламыз. Осының барлығын жақсылап блендердің көмегімен араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің салмамыз дайын болды. Енді оны дайындаған формамызға қамырымыздың үстіне құятын боламыз. Одан кейін жаңағы алып қалған қамырымызды бетіне сеуіп, толықтай жауып шығамыз. Осы пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз суып дайын болды. Енді дәмі өте керемет нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менен көптеген қарапайым дәмді рецептерді күтіңіздер. Ас болсын.